Сіз ағылшын мұғалімісіз, және де тыңдалымнан көптеген қиындықтар, қанша тыңдайсыз, қанша неше түрлі техникаларды істедіңіз да, және де өзіңіздің оқушыларыңызда қалай listening тапсырмаларды орындайтынды білмейсіз. Бұл шынымды айтсам, ең басында менде де ондай жағдай болған. Бірақ қазір ол менің ең сүйікті тапсырмаларымның біріне айналды. Қалай дейсіз ғой? Дұрыстап, видеоны соңына дейін қараңыз. Listening, яғни бір өзіңізге, мысалы сіздің деңгейіңіз pre-intermediate немесе intermediate болса, elementary деңгейіндегі бір аудионы алыңыз, соны бір мұқият, listen carefully, мұқият тыңдап шығыңыз. Okay? Let's do. We will listen this audio regularly, carefully, repeat again and again. Then you should start the audio at the beginning of this audio, yes? Then we will stop after each sentence. We will carefully listen this audio, this sentence again, and we should understand the meaning of this sentence. Я сіз ағылшын мұғалім болғаннан кейін бұл сөйлемнің ішінде native speakerлар көбінесе and, there, in, on, of деген сияқты preposition қысқаша сөздерді нақты қылып айтпайды. For example, we told them. Да? Them, олар айтады we told them. Яғни осындай заттарды байқай бастайсыз. Сол кезде басында түсінбейсіз. Бұл не? Білесіз, we told them деген ондай сөз жоқ. Значит, сіз ағылшын мұғалімі ретінде бұл сөйлемнің мағынасын келтіріп аласыз. Қайтадан тыңдайсыз. Егер де бір аудионы соңына дейін әрбір сөйлемін талдап бір күнде осыны соңына дейін жеткізетін болсаңыз, бір ай осы техниканы істесеңіз, сізден керемет маман шығатын болады, және де listening сіздің ең күшті және мықты жағыңыз болатын болады. Осы техниканы бүгіннен бастаңызшы, мен сізге 100% кепілдік берем, сізден міндетті түрде нәтиже шығады. Егер де осындай мықты және нәтижені 100% нәтиже беретін техникалармен бөліскенімді қалайсыз ба? Онда менің тегін вебинарыма қатысып, одан саны шектеулі чек бонус листі жүктеп алуыңызға кеңес беремін. Good luck!